Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай леденцы дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге осындай форма қажет, әдемі және түзу шығу үшін, және осындай таяқшалар қажет болады. Оларды кесіп өзіміздің керек размерде қиып аламыз. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Таяқшаларды әртүрлі размерде кесіп жатырмын, себебі тортқа қойған кезде әдемі көрінеді. Біреу ұзын және біреу қысқа болып. Мен таяқшалардың астында осындай қасық қоямын. Леденцаларымыз түзу шығу үшін. Енді осындай ыдысымызға изомальт салатын боламыз. Изомальт өте қауіпті, қолға тез жабысып, қолыңызды күйдіріп жіберуі мүмкін. Сол үшін қауіпсіздік ережелерін ұстаныңыз. Ең алдымен осыны отқа қоямыз. Толық ерігенге дейін араластырып отыруымыз қажет. Қолмен ұстап көруге болмайды. Қолды күйдіріп жіберуі мүмкін. Кез келген красительді қосып, осылай араластырып, әртүрлі түсте шығаруға болады. Егерде матовый цвет қажет болса, осында краситель қосып және үстінен ақ краситель қосып араластырамыз. Оттан алып, осылай 1-2 минут араластырамыз. Бетінде көпіршіктер кетуі керек. Көпіршіктер кеткеннен кейін ыдысымызға, яғни формамызға құямыз. Егерде оттан ала салып формаға құятын болсаңыздар, леденцаларымыздың бетінде көпіршіктер қалып қойып, әдемі көрінбейді. Барлығын осылай құйып шығамыз. Бетіне кез келген осындай әртүрлі тастарды сепсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Леденцаларымыз қатпай жатып, тастарды сеуіп алуымыз қажет. Барлығын дайындап болғаннан кейін 20 минут бөлме температурасында қойып қоямыз. Леденцаларымыз дайын. Торттың бетіне оформлениеге қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Балаларға да ұнайды. Жасап көріңіздер. Тез және оңай дайындалады.